Ресей ғалымдармен бірге жазылатын ортақ тарих Қазақстанның мектеп бағдарламасына енгізіледі. Өздеріңіз білесіздер, екі елдің тарихшылар тобы 7 томдық еңбек жазғалы жатыр. Қазақстан мен Ресейдің тарихын кітап бетіне түсіруді орыс мамандары ұсынған екен. Егер кітап жазылып шықса, мектеп бағдарламасынан көруіміз әбден мүмкін. Бұны оқу-ағарту министрі Ғани Бейсенбаев айтты. Ғылыми зерттеулер жасалып жатқаны белгілі. Енді оны ғалымдар толыққанды шешіп болғаннан кейін, оның жаңағы ішіндегі осы мектеп бағдарламасына қажетті ақпараттар әрине енгізуде негізге алынатын болады, ол сөзсіз. Бұдан бөлек Ғани Бейсенбаев Ресейдің Астрахан, Орынбор және Том қаласында қазақ мектептері бой көтеретінін жеткізді. Қазір аталған өңірлер зерттеліп жатыр екен. Әуелде айтылған қалаларда қазақ бауырларымыз көп орналасқанын да айта кету керек. Бұл қалалардың жаңағы таңдалуы да, бұл жердегі мектеп соғылда әлі қазір екі жақта пысықталып жатыр. Бұл әлде де біршама уақыт алады, өйткені бұның жерін анықтау, келісім шартқа қол қою, одан кейін оның қаржысын шешу, ол мектептің жаңағы құрылысын, оның жаңағы қандай болатындығын барлығы ол біршама уақыт қажет ететін дүние, бірақ соғылу шешім қабылданған дүние, бұл бағытта жұмыс жүріп жатыр, негізі екі тарапты. Айтпақшы, Қазақстанның да 3 облысында орыс мектептері ашылады. Бұл білім ошақтары Ресей тарапының қаражатына тұрғызылады. Қазақстандағы орыс мектептері Түркістан, Тараз және Қызылордада салынады екен.